Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте пайдалы, әрі асқазанға жеңіл тағам әзірлейтін боламыз. Асқабақтан жасалынған пюре және тауық еті мен саңырауқұлақ қосылып, кілегейлі соуста піскен тағам. Видеоның соңына дейін көріп, қолдап қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен асқабақ пен картоптарымызды дайындап аламыз, яғни суға салып, бұрқ еткізіп, қайнағасын астын жай басып 20 минутта пісіреміз. Енді қызып тұрған майға бір ас қасық қантымызды салып, үлкенде бір пиязымызды турап, 7-8 минуттай қуырамыз. Яғни біз пиязымызды карамелизовать етеміз. Өте дәмді болады, пияздың сәл қытырлап, осылай қызарып піседі. Енді пиязымызды сүзіп аламыз. Пиязымызды сүзіп алғасын дәл осы майда, үстіне тағы да май қосудың қажеті жоқ. Осы майда саңырауқұлақтарымызды қуырып аламыз. Саңырауқұлақты қуырғанға бір шамамен 10 минуттай уақыт кетеді. Астындағы отты бәсеңдетпейміз, қатты болып тұрады. Дәл осы әдіспен, осы қант қосылған карамелизовать етіп қуырған әдіспен саңырауқұлақты қуырып, салатқа әртүрлі қоссаңыздар болады, өте дәмді болады. Енді саңырауқұлағымызды сүзіп алғасын дәл осы майда тағы да ары қарай тауық етін қуырамыз. Тауық етін түрпіштеп тураймыз. Тауық етін қуырғанға шамамен бір 15 минуттай уақыт кетеді. Астындағы отын баспаймыз, қатты отта суы шықпай, осылай тауықты карамелизовать етіп дәмді болып піседі. Енді тауық піскесін саңырауқұлағымызды қосамыз, алдында қуырылған пиязымызды қосамыз, кішкене 1 минуттай тағы да араластырып аламыз да 150 граммдай су құямыз және 150 граммдай кілегейді қосамыз. Бір бұрқ еткесін астын жай басып 5 минуттай ғана пісіріп алсаңыз болды. Осымен біздің тағамымыз дайын болады. Татымына қарай тұз қосасыздар және қара бұрыш қосасыздар. Басқа ештеменің қажеті жоқ. Енді піскен асқабағымыз бен картопымызға сармай қосамыз, татымына қарай тұз қосамыз да осылай блендермен езіп аламыз. Погружной блендермен езсеңіздер тіптен керемет, өте нәзік болып шығады. Осымен біздің асымыз дайын, қалауыңызбен әсемдеп, тарелкаға салып, шетіне, ортасына қойып, мен осылай жасадым. Ортасын кішкене ашып, тауық еті мен саңырауқұлағымызды ортасына салдым және бетіне укроп сеуіп, әсемдеп жібердім. Өте дәмді тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.